Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін біз осы бір бейне ролигімізде Қазақстандағы Нақшбандия тарихатының ұстанушылары менен оның бірі болып жүрген Құрбанәлі Ахмедишан және де Дидар Аюпов, Құдияр Біләл секілді азаматтарға, кісілерге арналмақ. Ол кісілерге айтар біздің уәжіміз, қазақ даласында Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың іліміменен, сол кісінің жолменен сусындап, сол жолменен келді осы кезге дейін. Ендігі кезде қазіргі таңда сіздер осы Нақшбандия тарихатын өте белсенді түрде қазақ даласына сол тарихатты енгізуге тырысып жатырсыздар. Негізінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз күллі түркінің ұстазы, өздеріңізге белгілі. Және де ол кісінің тарихат жолы өз алдына бір бөлек әңгіме. Енді сіздер соны біле тұра, мысалы білесіздер ғой, Ханафи мазхабы бар Қазақстанда, сол мазхаб бойынша жүреміз, басқа мазхабтар дұрыс емес деген әңгіме жоқ. Бірақ біз сол мазхабты ұстанып кезіндегі біздің халыққа сәйкес келгендіктен сол мазхабпен ата-бабамыз жүрді. Сол секілді Яссауи бабамыздың біздің даламызда жатқандығы, Нақшбандия тарихатының пірінің ол басқа бір жерде жатқандығын өзі Құдайдың бір хикметі, және де осы бір далаға Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың тарихат жолы тараған болса, ол жолға басқа тарихатты алып келіп, оны тарату да сондай бір әдепсіздіктің көрінісі. Білесіздер ғой, басқа мазхабтарды ұстанба деп Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осын ешкім айтпайды. Бірақ көпшілікке қарай, және де сол даланың өзінің ерекшелігіне, салт дәстүріне сай келетін сол бір жолды ұстанады. Сол секілді тарихатта да біз сол көріністі ұстағанымыз жөн болады. Сондықтан да ұстансаңыздар, Нақшбандия тарихатын ұстай беріңіздер, бірақ белсенді түрде таратып, Яссауи бабамызға деген құрметсіздіктеріңізді жасамасаңыздар екен. Қазақта бір өте бір сондай бір сөз бар, әулие аттаған оңбайды деген. Ал сол сөзінің мағынасын сіздер жақсы түсінесіздер негізі. Сондықтан көп оқыған жаңағыдай кісі болғандықтан әрқайсыларыңыз осы бір біздің уәжімізден ой түйіңіздер, және де шешім ар жағы сіздердікі. Яссауи бабамызға, өзіміздің күллі түркінің ұстазы болған әулие атамызға құрметсіздік қылмай, әдепсіздік қылмай, сол кісінің қайта жолын жандандыруға тырысайық. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сарапшылар кеңесінде Құдияр Біләл мырза бар. Ол кісінің да соңғы кездегі айтып жүрген дүниелерінің барлығы біздің қазақ даласының тарихат жолындағы көзқарастарға сәйкес келмейді. Сондықтан да құрметті бауырлар, бұл бір уәж, ары қарай қабылдамау өздеріңізде. Бірақ біздің Яссауи бабамыздың жолы таралған мекенге өздеріңіздің тарихатты белсенді түрде таратуға ондай бір тырыспаңыздар. Бұл әдепсіздік. Алла тағала амандық берсін, әдепсіздік, құрметсіздік жасаудан сақтасын.